Саламатсыздар ма баршаңызға. Мендегі тақырып сенім бар жерде үміт бар. Барлығында сенім мен үміттің айырмашылығы екеуі бір-бірімен сәйкес болғанымен, бірақ та айырмашылығы бар. Сенім ол болашаққа деген өзінің сенімділігі, ал үміт дегеніміз ол үміт деген жоқ, сенім дегеніміз ол өзінің күшіне, мүмкіндігіне сену болып табылса, ал үміт дегеніміз ол болашаққа деген өзінің болашаққа деген үміті артуы болып табылады. Адам өмірінде бұл екеуі де үміт пен сенім өте ерекше орын алады. Сенім бар жерде үміт болады. Адам өзіне біріншіден сену керек, одан кейін үміт өзіне арту керек. Менде де осындай жағдай болды. Университет бітірген кезде, осыны мектеп бітіргеннен кейін университетке түсетіме өзіме сенімді болдым. Бірақ та алайда өзіме қорқыныштар болатын, себебі қорқыныштар болатын. Одан кейін бірақ та ата-анамның үмітінен өзіме деген сенімділікті артып оқуымды аяқтадым. Содан кейін өзімнің жұмысымен жұмыс істеп, өзімнің мамандығымен жұмыс жасап, өзіме біраз тәжірибе алдым. Одан кейін осы группаластарыма қарағаннан кейін, группаластардың барлығы өзінің мамандығымен емес, басқа мамандыққа ауысты. Содан группаластарыма қарағаннан кейін мен де өзімнің басқа мамандыққа ауысқым келді. Себебі басқа жағынан да өзімнің басқа жағынан қырымнан көргім келді. Содан ата-анамды өзімнің көндірдім, басқа мамандыққа ауысып көрейін деп, басқа саланы көрейін деп, может, сөйтіп тырыстым, бірақ та олар қарсы болды. Әрине, оларда балаға тұрақты жұмыс болған қалады.